Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде жаңа видео, осы видеода мен осы үстімдегі пиджакты басқалай қылып переделывать ететін боламын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Сіздің де осындай киілмей жатқан пиджагыңыз, джинсовкаңыз, костюмыңыз болса, мен көрсеткен жолмен переделать етсеңіз болады. Ендеше кеттік, менімен бірге болыңыздар. Бұл пиджакты мен қазіргі трендке сай короткий етіп тұр. Сол себепті ең бірінші осылай белгілеп, неге мына жерде түйме ретіні бар, осыны қалдырып, осының астынан қиып тастаймын. И дальше в процессе көрсетемін қалай болатынын. Бұл енді прямой кройдағы костюм болғандықтан, ешқандай жиегі сертиіп тұрады деп ойламаймын. Көрейік. Ең алдымен костюмды тегістеп, реттестіріп қойып алуымыз керек. Кейін мен айтқан ілгекті белгілеп, сол ілгектің астынан қайыруға да мата алып қалуымыз керекпіз. Міне астында көрсетіп тұрғандай, және де сондай қайырып тігіп, үтіктейтіндей бізде сол жерде мата қалу керек. Ендеше кеттік, бастап қияйық. Біз костюмымызды қиып алдық. Енді келесі кезекте біз мына жерді 1 сантиметрдей жібін сөктім да, енді осыны бұлай бір-біріне қайырып, бір-біріне беттестіріп, қолмен тігетін боламын, себебі менде машинка жоқ. Тігісіміздің басын оң қаратып бастап, мұны астар жағын ішіне қаратып тіктім да, осылай аяқтап шықтым. Енді мынаны үтіктейтін боламыз. Үтіктеген кезде де костюмымыздың бастапқы заводской қайырылып үтіктегендей етіп үтіктейміз, себебі біздің астарымыз костюмның сыртынан шығып тұрмау керек. Дайын болған пиджагымызбен мен сіздерге әдемі образдар жасап көрсетейін. Білетін боларсыздар, биыл джинсовый юбкаларда трендте болды. Үшінші образымыз ұнаса лайк, коммент және подписка.